Білімді дамыта алмайтын елдің болашағы жоқ. Түркістан болашақ гимназиясы терең білімді негіз етеді. Оқу ордасы өткен жыл ашылған десе де, қазіргі таңда 500-ден аса оқушы болашаққа іргесін қалауда. Аталмыш білім ордасының ұйымдастыруымен мерекелік шара өтті. Тәуелсіз Қазақстан ұрпақтың бақытты болашағының кепілі атты бағдарламаға 300-ден аса көрермен жиылды. Бүгінгі мына іс-шара еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай арналған концерт, мерекелік концерт, балаларымыздың шығармашылығын, өнерін көрсететін. Мынау біздің балаларымыз өте дарынды, өте ақылды, өте өнерлі балалар екендерін. Мынау мерекенің қарсаңында осындай өздерінің шығармашылық кешін арнап ата-аналарға. Біздің басты бағытымыз, басты мақсатымыз балаларымыз бақытты, тәуелсіз мемлекетте өмір сүрсе, өзінің өнерін көрсетсе, дамыса. Ел егемендігін қадірлейтін жиынның берері мол. Бүлдіршіндерге ел тәуелсіздігінің маңыздылығын айқындайды. Жас жеткіншектерді өнерге баулып, олардың талантын анықтауға көмектеседі. Өткен бағдарлама жас балаларды мәдениет пен білімге үндейді, дейді ел зиялылары. Білімді, мәдениетті жастарды дамыту үшін ең бірінші ата-ана мен ұстаздардың тығыз байланысы қажет. Мемлекет тарапынан жасалынып жатқан іс-шаралардың барлығында ата-аналарды араластыра отырып, ұстаздар баланың білімді болуына жан-жақты жағдай жасалған жағдайда ғана білімді, мәдениетті бізде шәкірттер тәрбиеленеді. Сондықтан да білім беруде тек қана ұстаздардан ғана талап етілмей, сонымен ата-аналардың да осыған атсалысып, білімді ұрпақ тәрбиелеуге өздерінің үлесін қосса, бізде білімді, мәдениетті ұрпақтар көбейеді деп ойлаймын. Жоғарғы білімді талап етер білім ордасының өз ерекшеліктері бар. Оқу жүйесі шетел мектептерімен тәжірибелік байланыс жасауда. Осылайша білім алушылар жан-жақты дамуда. Түркістан болашақ гимназиясының басқа мектептерден, оқу орындарынан ерекшелігі, біріншіден бұл жан-жақты баланың дамуына мүмкіндік беретін мектеп болып табылады. Біздің байланыстарымыз тек қана облыс аймағында, қала аймағында, немесе республика емес, шетелдік оқу орындарымен де байланыс орнатып, алдыңғы қатарда шетелдік мектептерінің үлгілерін ала отырып, соны Түркістан болашақ гимназиясына енгізуге атсалысып жатырмыз. Түркістан болашақ гимназиясының оқушылары спортта жүйрік, өнерлі білік. Сөзімізге себеп білім ордасының оқушылары жеткен жетістіктері. Талантты жастар мерекелік кеште мектеп оқушылары өнер көрсетті. Бастауыш сынып оқушылары ән шырқап, би биледі. Бас қосуға жиылған қауым көңілді күй кешті. Мұнда келген жасөспірімдер де думанды бағдарлама қызықты өтті дейді. Осы сынды жобалар көптеп ұйымдастырылса, ұтарымыз көп. Себебі бұл олардың өнерін өрге сүйрейді. Тиісінше қазақ мәдениетінің дамуына орасан жол ашады. Мерекелік жиын алдағы уақытта жалғасын табар деген үміттеміз.